Қайырлы таң қыздар. Бүгін несін астар есебін жазып қоямын. Ал қазір қалай жасап, қалай ағып пісіргенін бәрін мен көрсететін боламын. Бүгінгі мінекей мен дайын қамырымнан батырмын. Рогальниктің несін домалақтап жатырмын. Мына енді қазір мен қалай түйетінін көрсететін боламын. Мынау рогальниктің қамыры, мен жайып атқан қамыр міне уже дайын болды. Қазір мен бұл рогальникті орап көрсететін боламын. Мына қыздар осылай мен рогальникті мен өзім осылай бөлдім. Мен былай рогальникті былай бүйтіп түйетін боламын. Оның қиын ештеңкесі жоқ. Мына қыздар менің рогальнигім осылай болып шықты. Енді қазір піскеннен кейін мен көрсететін боламын, қалай піскенін көретін боласыздар. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Мына қыздар екінші қап порциясында жасап жатырмыз. Бұл енді кішкене бұны басқаша қылып жасаймыз қазір. Мына қыздар менің рогальнигім дайын болды. Мына қыздар менің рогальнигім осылай болып шығып жатыр. Мына қыздар екінші бөлігіне біз тағы бетіне не жағып, жұмыртқа жағып, екінші бөлігін көрсететін боламын. Мына қыздар екінші порциясы дайын болды. Мына рогальнигімнің несі осылай шықты. Мына қыздар менің рогальнигім дайын болды. Егер де осы рогальнигім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңдер.